Ақтаулық полицейлер тұрғындардың арыз шағымын әлеуметтік желілер арқылы қабылдауға көшті. Енді кез келген азамат өзі тұратын үй маңында ішімдік ішу, қоқыс тастау, тағы басқа бұзақылықтың жасалған көрсе, ұялы телефонға түсіріп алып учаскелік полиция инспекторына жолдай алады. Дәйекті деректер құқық бұзушылыққа барған тұлғаларды дереу жауапкершілікке тартуға мүмкіндік береді. Заманауи байланыс түрінің тиімділігіне әріптесім Талғат Исламұлы көз жеткізіп қайтқан еді. Хорошо, вот сейчас направляюсь туда. Адрес уточните еще раз, пожалуйста. 8-ші шағын аудандағы 14-ші үйде тұратын әйел учаскелік инспекторға хабарласып, үй маңында екпе инелерінің шашылып жатқанын айтты. Смартфонға түсірген фотоларында жіберген. Инені нашақор қолданған болса, бұл жерде ойнайтын балаларға қауіпті екені анық. 7-й этаж, вы точны? Ну вот я поднялся туда, они двери не открывали. Соседка говорит, это мои соседи на 7-м этаже. Әлгі маңда арасында да екпе инелері жатыр. Осы үйде тұратын ер адам 7-ші қабаттағы пәтерлердің бірінен тасталғанын айтты. Учаскелік полиция инспекторымен бірге жоғары қабатқа көтеріліп, күдік тудырған пәтер есігін қақтық. Іште адам бар екені байқалып тұрса да, ешкім ашпады. Откройте, полиция! Учаскелік полиция инспекторын көрген мына келіншек әлгіге бейтаныс адамдар келіп жүретінді айтып берді. Беймезгіл уақытта шу көтеріп, мазалайтын көршісіне шара қолданып сұрады. Соңғы рет на той неделе бір әйел келді, тоже Управление противодействия наркобизнесом пәтер бергенбіз. Солармен бірге осы інісіңіз айтып отырсыз, жаңағы наркоман кішкене ауып несі бар. Нашақор деп сол кісіні апарып 15 тәулікке наркологияға жаққанбыз. Учаскелік полицейдің айтуынша, бұл пәтердің иесі наркологиялық емдеу орнында жатыр. Қазір мұнда оның жүйке ауруына шалдыққан ағасы тұрады. Сондықтан тәртіп сақшылары үйді әркез өз бақылауында ұстайды. Амельченко Сергей деген азамат сол жерде тұрады, өзінің туған ағасымен. Арнайы есеп бар полиция басқармасына, сол есепте тұрады, және де ол орындарға бірнеше рет орналастырылған. Алайда қазіргі таңда ол осы пәтерде уақытша тұрып жатқанына байланысты құқық бұзушылығын жасауда. Жаңа көргеніңіздей тұрғындары келушілерге шағымдануда. Сол келушілердің азайтып және анықтау мақсатында өзімнің қызметкерімізді бөліп, сол жерге қоямыз. Қандай да бір келіп кеткен адамдардың жеке басын анықтап, қандай есепте тұратынын бәрін анықтаймыз. Ақтаудағы барлық шағын аудандарды учаскелік инспекторлар аралап, өздерінің қызмет телефондары мен мекен жайын айтып жүретіндігі белгілі. Бұдан былай құзырлы органға әлеуметтік желілер арқылы хабарласуға болатындығы тұрғындарды қуантып отыр. Бұрынғы жағдайда телефонмен звондаймыз, аламаймыз, сондай жағдайлар болатын еді. Қазір WhatsApp желісімен тез-ақ соны жеткізуге болады. Сол ыңғайлы. Қазір және де халық пен полиция органдарының тығыз жұмыс жасатқаны қуантады. Біз қазір осы үйге көшіп келіп тұрмыз. Участковый мырза келіп бізбен танысып жатыр. Рахмет. Келеңсіз жағдай болмайды деп үміттенеміз. Маңғыстау облысының полиция департаменті келтірген ресми деректерге сүйенсек, жыл басынан бері қоғамдық орында жасалған қылмыс санының 40%-ке, жасөспірімдердің заңбұзушылыққа бару дерегі 26%-ке азайған. Тәртіп сақшылары көпшілікпен байланыстың жаңа түрінің орнауы бұл көрсеткішті өзгертеріне сенеді. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24.